Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін адам ағзасына өте пайдалы, ақуызы мол тарыдан керемет ботқаны бірге жасайық. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Тарыны бірнеше рет қайтара жуып алып, сүзіп алайық. Таза ыдысымызға салып, пісіретін боламыз. Үстінен су құямыз. Сәл асыру керек. Судың орнына сүт құйсаңыз болады. 5 минуттай қайнатып аламыз. Содан кейін ыдысымызға салып, татымына қарай қант қосып, қаймақты қосатын боламыз. Жақсылап араластырып алайық. Тары адамға күш-қуат береді. Әсіресе босанған әйелдерге өте пайдалы. Бауыр жұмысын жақсартады, қан қысымын реттейді, ішек-қарын жұмысын жақсартады және де улы заттарды жояды. Тары адам ағзасына керекті дәруменге бай қайнар көзі деп айтуға болады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Қазақ тіліндегі видеоның дамуына қатты үлестеріңізді қосасыздар.